Құрметті ағайын, туыс, қадірлі қонақтар. Бүгін бәріміз ерекше қуаныштың куәсі болып отырмыз. Екі жас бірін тауып, тағдырларын тоғыстырып, жаңа өмірге қадам басты. Осындай қуанышты күні жас жұбайларға ақ тілегімізді айтып, батамызды беру баршамыздың азаматтық парызымыз. Қазақ халқында үйлену оңай, үй болу қиын деген дана сөз бар. Отбасы тек екі адамның емес, екі әулеттің, екі шаңырақтың байланысы. Сондықтан бүгінгі қосылған екі жасқа ең алдымен өзара сыйластық, түсіністік және шексіз махаббат тілеймін. Өмірде қуанышты күндерде, сынға толы сәттерде болады. Сол кезде бір-біріңе тірек болып, қиындықты бірге жеңіп, қуанышты бірге бөлісіп жүріңдер. Ардақты жас жұбайлар, бүгінгі махаббаттарың уақыт өткен сайын одан әрі нығайып, сыйластықтарың арта берсін. Шаңырақтарың биік, керегелерің кең болсын. Дастархандарыңнан береке кетпесін, үйлеріңнен күлкі мен шаттық үзілмесін. Ата-аналарыңның мерейін өсіріп, елге сыйлы, жұртқа қадірлі отбасы атаныңдар. Қазақ үшін ұрпақ ең үлкен байлық. Сондықтан, ол қыздарың көп болып, олардың қызығын көріңдер. Балаларыңның қуанышты күлкісі үйлеріңді шаттыққа бөлесін. Немере сүйіп, ұзақ ғұмыр кешіп, бақытты әулетке айналыңдар. Бүгінгі тойды жасап отырған ата-аналарға да алғысымыз шексіз. Перзент өсіріп, тәрбиелеп, осы күнге жеткізу үлкен еңбек. Алла еңбектеріңіздің жемісін көрсетіп, қуаныштарыңыз еселене берсін. Балаларыңыздың бақыты баянды, өмірлері мәнді болсын. Қадірлі қауым, бүгінгі көтеріп отырған вокалдарымыз тек осы кештің қуанышы үшін ғана емес, жас отбасының жарқын болашағы үшін көтерілсін. Олардың жүректеріндегі махаббат ешқашан сөнбесін. Бір-біріне деген сенімдері мен құрметтері өмір бойы сақталсын. Ендеше, жас жұбайлардың махаббаты мәңгілік, отбасы берік, бақыты баянды болсын. Шаңырақтарың шайқалмасын, керегелерің кеңейсін, ырыс дәулеттерің тасысын. Жас жұбайлардың бақыты үшін ақ жол, ұзақ ғұмыр, баянды бақыт тілейміз.